Құрметті тыңдарман, менің арнама қош келіпсіз. Нұржан мен Әрсен бала кезден-ақ айырылмас достар еді. Оларды ауылдың қай бұрышынан көрсең де, екеуі бірге жүретін. Көктемде өзеннің жағасында асыр салып ойнап, жазда атқа мініп, қыста қар үстінде хоккей қуалайтын. Олар бір ауылдың қара домалақтары ғана емес, бір-бірінің сыры мен мұңын бөлісетін, арманын бірге қиялдайтын бауырлас жандар болды. Олардың достығы ауылдағы үлкендерге де үлгі болып, мына екеуі өмір бойы бірге жүретін шығар деп ойлайтын. Мектеп бітті. Көп достар әр тарапқа кетті. Бірі қалаға оқуға түсті, бірі басқа ауылға жұмысқа аттанды. Бірақ Нұржан мен Әрсен сол баяғыдай, қол ұстасқандай бірге қалды. Олар болашақта өз отбасыларын құрып, адал жар, мейірімді әке болуды армандайтын. Кешкі ауылдың тыныштығында жұлдыздарға қарап отырып, армандарын ақтарып, болашақ туралы шыр шертісетін. Сол сәтте олардың достығын ешқандай дауыл бұза алмайтындай еді. Көп ұзамай Нұржан өмірлік жарын кездестірді. Әлия есімді, нәзік мінезді, ақылды, сымбатты қыз жүрегін жаулап алды. Үлкен той өтті. Бүкіл ауыл жиналды. Қуанышты сәттің дәл ортасында Әрсен де бар еді. Ол куәгер болып, Нұржанның қасында тұрды. Достығының беріктігін айтып, жүрек жарды тілектерін арнады. Нұржан сол күні өзін дүниенің ең бақытты адамы санады. Жанында сүйген жары, ата-анасы, қасында бауырындай досы бар еді. Алайда тағдырдың қақпалына кім қарсы тұра алады? Күндердің күнінде Әлия мен Әрсеннің арасында түсініксіз жақындық пайда болды. Алдымен жай ғана жылы сөздер, көзқарастар, жүрекке от түсіретін күлімсіреулер. Бірақ бұл жасырын сезім ақыры шекарадан асып түсті. Олар жасырын кездесіп жүрді. Бұл туралы ешкім білмеді, бірақ бір күні ақиқаттың жүзі ашылды. Нұржан алғашында ауылдағы өсектерге сенбеді. Жоқ, Әрсен ондайға бармайды. Менің сүйгенім Әлия. Жоқ, ол менің бауырым ғой деп өзін жұбатты. Бірақ тағдыр оны аямады. Bir күні бәрі өз көзімен көрді. Сол сәтте дүниесі төңкерілгендей болды. Көңілі құлазып, демі қысылды. Жанында сенген жары мен бауырындай досы екеуі де сатқындық жасады. Бұл жара оның жүрегіне өмір бойы өшпестей таңба салды. Нұржан айқайлаған жоқ, ұрыс шығарған жоқ, үнсіз кетті. Үйін, отбасын, достығын тастап кете барды. Сол түні-ақ оның көзқарасы өзгеріп, жүзінен күлкі жоғалды. Ауыл адамдары көпке дейін сыбырласып жүрді. Кім кінәлі? Әйелі ме? Жоқ, досы ма? Бірақ Нұржан үшін мұның бәрінің маңызы қалмаған еді. Ал Әлия мен Әрсеннің қосылмақ болған тағдыры ұзаққа бармады. Алғашында тыйым салынған сезімнің қызуы олардың жанын билеп, бәрі тәтті көрінгенімен, көп ұзамай-ақ ол от сөніп қалды. Сенімсіздік, қызғаныш, ұрыс керіс басталды. Құлаған шаңырақ қайта тұрмады. Әлия ақыры шыдамай Әрсеннен кетіп қалды. Әрсен жалғыз қалды. Нұржан болса жүрегіндегі жараны арқалай жүріп, қайтадан өмірге аяқ басты. Жылдар өте келе ол мейірімді, сабырлы, ар-намысы биік әйелді жолықтырды. Олардың үйінде шаттық орнады. Балалардың күлкісі әке жүрегін жылытты. Нұржан бақытты әке, сүйікті жар атанды. Жүрегіндегі жара қалса да, ол қайтадан сенуді, қайтадан күлімдеуді үйренді. Ал Әрсенше, ол өмір бойы жалғыздықтың құшағында қалды. Жасы ұлғайып, самайын ақшалғанда үйіндегі үнсіздік жанын қинады. Әр кеште терезе алдында отырып, өткенді еске алатын. Мен де бір кезде бауырымдай досым болған. Сол достықты өз қолыммен жойдым. Сол үшін бақыттан айырылдым, деп іштей өкінетін. Оның жүрегін арман мен өкініш қатар биледі. Тағдыр әділетті де қатал екен. Бірі қайғыдан кейін қайта гүлдеді, бақытқа жетті. Екіншісі сатқындықтың зардабынан мәңгілік жалғыз қалды. Бұл хикая ауыл арасында аңыз болып тарап, үлкендер мен жастарға мысал етіліп айтылатын. Әр тыңдаған жан жүрегінде ой түйетін. Достық қасиетті. Оған қиянат жасасаң, өз тағдырыңды да құртамын дегенмен бірдей. Адамның қолындағы ең асыл қазына сенім. Ал сенімді жоғалтқан жан ешқашан бақыт таба алмайды. Сатқындық тәтті сезім сияқты көрінуі мүмкін, бірақ
соңында ол тек бос қаңыраған жалғыздықты қалдырады. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаса арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.